Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаның суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетулеріңізді сұраймын. Бұл видеода сіздер тәтті көп жесе не болады деген сұраққа жауап алатын боласыздар. Тәтті дәмнен бөлетін рахат сезімді айтып жеткізу мүмкін емес. Сондықтан шығар өмірімізде болып жатқан барлық жақсылықтар мен жайлылықтарды тәтті сезімге балап жатамыз. Қазіргі уақытта тәттінің түр-түріне қол жетімді, оларды балалар да ересектер де жақсы көреді, және үлкені де кішісі де артық жеп қоюдан тайсалмайды. Алайда қант пен тәттілерден шамадан тыс көп пайдалану өз еркіңмен денсаулығыңды құрту қаупін тудыруы мүмкін. Тәттіні көп жеу өз кезегінде көптеген ауруларға келеді. Диабет. Тәтті құмарлар диабетке шалдықпауы мүмкін емес сияқты көрінеді. Бірінші типтегі диабет генетикалық ауру және жиілінген тәтті мөлшері оның пайда болуына еш әсер етпейді. Ал жылдар бойы тәттіні шамадан тыс көп жеу екінші типтегі диабеттің тууына әсер етуі мүмкін. Бірақ сонда да генетикалық тұрғыда бейім болсаңыз және жиі стресске ұшырайтын болсаңыз ғана. Тәтті құмарларда диабет пайда болуына дейін оның жаршысы гипогликемия сыр беруі мүмкін. Қан құрамында қант азаю салдарынан осы күйге ұшырайды. Бас айналу, әлсіздік, ашушаңдық белгілері мазаны алады. Бірақ тәтті жеген соң мұның бәрі ғайып болады. Бірақ уақыт өте келе жағдай қайта нашарлап, тәтті жеуге құмартып тұрады. Осылайша диабетке ұшырауы да қиын емес. Бірақ ашығын айтсақ, кейбір тәтті құмарлар қанша тәтті жесе де диабетпен ауырмайды. Бұл аурудың себебін ғалымдар әлі толық зерттеп бітпеген. Семіру. Тәтті тағамдар құнарлы келеді. Салмасы бар бір шоколадты конфетте шамамен 45 килокалорий бар. Бір плита ащы шоколадта 538 килокалорий, кремі бар бір тілім қабатты тортта 533 килокалорий бар. Әйел адамға күніне 2500 килокалорий, ал ер адамға шамамен 3000 килокалорий жеу жеткілікті болып саналады. Егер біз тәттіден басқа 3 мезгіл, бірінші, екінші тағамдар және компот ішетінімізді ескерсек, бар жинаған калориямыз іш пен бөксеге жиналатыны айтпаса да түсінікті. Диетологтар қанты бар өнімдердің қосындысы күнделікті тамақ рационының 10% ғана қамтуы керек деп кеңес береді. Сонда ғана толып кету қаупі сізге төнбейді. Бірақ зат алмасу ерекшеліктерінің және көмірсуларды жаңқалап жіберетін ферменттердің күшейтілген белсенділігінің арқасында толмайтын адамдар бар. Сонымен қатар жинаған калорияны іске асыратын спортсмендер мен жер қазушыларды есептемегенде. Тесттер. Көп адамдар тәттіден кариес пайда болады деп ойлайды және осы теорияны пайдаланып балаларына кәмпит бермейтін аналардың санына сан жетпейді. Тісте өмір сүретін бактериялар қантты жерде немесе тістер арасында қалған тәтті тағамдардың қалдықтарында тез көбейетіні белгілі. Егер мұны осылай қалдыра берсек, әлбетте кариеске шағымдануыңыз әбден мүмкін. Бірақ тәтті жеген соң тісіңізді шайып, алма немесе сәбіз жеп жіберсеңіз, тіс қыртылуының алдын аласыз. Басқа да аурулар. Рафинатталған қанттың сіңіруі үшін көп мөлшерде кальций мен В тобындағы дәрумендер қажет дейді ғалымдар. Тәттіні шамадан тыс пайдалану ағзада минералды тұздар мен амин қышқылдарының жетіспеушілігіне себеп болуы мүмкін. Тамақ рационында қанттың көп болуы сүйектеріңізді, қан айналымыңызды, тамыр мен буындарыңызды әлсіретеді, ал В тобындағы дәрумендердің жетіспеушілігі жүйке жүйесіне әсер етеді. Қант өз бетінше ағзаға тікелей әсер ете алмайды. Бірақ оны көп мөлшерде пайдалану әлбетте зиян. Мұнымен қоса қант аллерген болмаса да аллергиялық реакция тудыруы әбден мүмкін. Тәтті ағзаға қажет. Мидың жақсы жұмыс істеуіне, жақсы көңіл күй үшін, ләззат алу үшін, энергия алу үшін. Сонымен қатар тәттілер қартаюдың алдын алады деген пікір бар, ал табиғатта тәттілер бал, шоколад, қараөрік, мейіз сияқтылар антиоксиданттардың негізі болып табылады. Бірақ барлық жағдайда қалыпты мөлшерде қолдану ғана өз пайдасына келеді. Тәттіні жақсы көрсеңіз, өз-өзіңізді қадағалаңыз. Шамадан тыс мөлшерде пайдаланбаңыз және тәуелділікке ұшырап жүрмеңіз. Жоғарыда айтылған ақпараттар сізге пайдалы болған болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісе кетуді ұмытпаңыздар.